Балдызымдікі балдай деп, кейіпкер өз әңгімесін бастады. Видеоны бастамас бұрын, видеоға лайк басып, қазақ тілді каналға подписка жасап, видеоларды жібермемас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Әйелім екеуміз бір жыл жүріп, бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Әйелімнің мамандығы военный, ал мен болсам, қазіргі жастардың тілімен айтсам, айтишникпін, яғни компьютершік. Жағдайымыз жақсы, отбасымыз. Әйелім 1 жылдан кейін 1 бала, 2 жылдан кейін 2 бала, 3 жылдан кейін тағы 1 бала туып, декреттен жұмысына шықты. Қазір балаларымыздың үлкені 7 жаста, кейінгісі 6 жаста, ал кішісі 5 жаста. Айтпаса да белгілі, әйелдің организмі әр бала туған сайын қартаяды. Әйелімдікі бұрынғыдай емес. Екеуміз қазір балаларымыз үшін өмір сүреміз. Сезім жоқ емес. Бірақ бір жаңашылдық керек па деп анда-санда ойлап қоям. Бір күні әйелім 2 аптаға командировкаға кететін болды. Ал оны білмеген балдызым үйге қонақ болып келді. Сөйтсем, ол қалаға жұмыс істеуге келген екен. Жасы шамамен 17-18 жаста. Үйде тек мен және кіші ұлым болдық. 2 үлкен балам ауылға ата-әжесіне кеткен. Балдызым өте көрікті, әйелімнің жас кезіндегідей еді. Бір күні мен сен білетіп жұмыстағылармен жиналып, баланы балдызыма қарайлауға тастап кеттім. Аздап ұрттап қоятыным бар еді, бірақ бұл жолы артық ұрттап қойыппын. Үйге келсем, балам басқа бөлмеде, ал балдызым біздің төсекте ұйықтап жатыр екен. Қарасаң, көзің тояды. Келбет десе келбеті, сұлулығы, денесі қандай, анар десе анары бар еді. Көзіммен қарап тұрып, сүйсініп, ғашық болдым да қалдым. Сезіміме ерік бере алмай, оның мойнынан, бетінен, ернінен сүйе бастадым. Ол да оянып кетіп, маған еш қарсылық білдірген жоқ. Сағат түнгі 2-3 шамасы еді. Өтіргі ұйқылы ояу кейіп танытып, менің де мойнымнан сүйіп еді, мен бірден балқып кеттім. Біраз аймаласып жатып, екеуміз ақыры қосылдық. Бұндай керемет сезім менде соңғы 5-6 жылда болмаған. Бойыма күш қуат үйіріліп, өзімді әлемдегі ең бақытты адам сезіндім. Керемет, жап-жас, энергияға толы балдызымды сол кезде жеп қоя жаздадым. Жастың аты жас. Әйелім өмірі қабағын түйіп, теріс қарап, маған бергісі келмей жатады. Қанша гүл берсем де, сыйлық берсем де, үй шаруасына көмектессем де, ақша тапсам да қабағы бір ашылмайтын. Таң атты. Балдызым екеуміз құшақтасып ұйықтап шықтық. Таңертең көзімді ашсам, балдызым үстіме отырып алған. Ұйықтаған кейіп танытып жата тұрып едім, үстіме шығып алып рахаттанып жатыр. Түндегі маған ғана емес, балдызыма да ұнаған сияқты. Содан ақырындап оянған кейіп танытып, өзім бәрін аяқтап бердім. Біраз құшақтасып жатып, ұйқымыздан ояндық. Маған таңғы ас әзірлеп әкеліп берді. Ондайды көрмеген адаммын, өте қатты мәз болып есім шықты. Біраз өзімді кәдімгі еркек сезініп, біраз марқайып қалдым. Құлағыма сыбырлап, әпкем білмей-ақ қойсын деді. Жымиып, басымды езеп, я дегендей болдым. Содан күн сайын рахаттанып жүрдік. Балам күндіз садикте, мен больничныйға шығып алдым. Балдай балдызымның қасында болайын деп. Сөйтіп балдызым жұмысқа тұрды. Әйелім де келді. Военныйдың аты военный. Әйелім мінезді. Бірақ соңғы уақытта әйелім командировкаға көп кететін болды. Бір күні командировкадан кейін әйелім киімдерін жинап жатқан кезде киімінің қалтасынан бір кішкентай қағаздың түсіп қалғанын бақыламай қалды. Білдіртпей мен оны жинап өзіме қалтама салып алдым. Әйелім екеуміздің арамыздағы сезіміміз дәл бұрынғыдай болмағанмен де, соңғы 1 жылда ара қатынасымыздағы сезім еш өзгермеген.
Сөйтсе әйелім командировкаға емес, любовнигімен қыдыруға кеткен екен. Мен оны қалай білдім? Негізі менің әйелім өте тура жолда жүретін, өте правильный адам болатын. Бірақ жаңағы кішкентай қағазды мен мусор деп ойладым да, бірақ ішімде бір күмән болғаннан кейін мен ол қағазды просто так ашып көруге шешім қабылдадым. Ашып қарасам, ішінде мен сені бұрынғыдай сүйем деген жазуды оқыдым. Мен сол кезде не істерін білмедім. Өзім есіме түсірдім, мен жазған нәрсем ба? Бірақ мен қасымдағы әйеліме не үшін хат жазам? Неге айына 2 рет командировкаға кете береді десем, менің әйелімнің любовнигі бар екен. Әйелім ұйықтап жатқан кезде мен оның телефонын қопардым. Бірге түскен суреттері, жазған хаттары, барлығы тұр екен. Мен әйелімнің телефонын мүлдем қолыма ұстап көрген адам емеспін. Осы кезге дейін мен әйеліме сенімсіздік танытып, оны тексеріп, қадағалап, телефонын андып, кім звондап жатыр деген ондай танытқан емеспін. Мен өте қызғаншақ адам емеспін. Кейде қызғанатыным бар, әрине, бірақ әйеліме сенетін едім. Сөйтсем, сенген адамым менің көзіме шөп салып жүр екен. Әрине, мен де сүттен ақ судан таза емеспін, бірақ әйелімдікі де дұрыс болған жоқ. Сөйтіп, жаңағы любовнигінің фотоларына барлығына қарасам, ол менің әйелімнің алғашқы махаббат екен. Екеуі біраз жылдардан бері жазысып жүрген екен. Мен оның барлығын перепискадан бақыладым. Енді оны әйеліме барлығын ашып айтайын десем, әйелімнен айырылып қалатын болдым, және сонымен қатар мен балдызымнан да айырылып қалатын болдым. Екеуінен де айырылғым келмегеннен кейін мен барлық ситуацияға көз жұма қарадым. Сөйтіп, уақыт өте әйелім тағы да 2 аптаға командировкаға кететін болды, Қазақстанның басқа қаласына. Сөйтіп, мен әлі балдызыммен тұрып жатырмын. Мен әлі балдызымменмін. Сөйтіп, бір күні әйелім үйге айтпай келіп қалған кезінде мен балдызыммен ұйықтап жатқан едім, құшақтасып. Сөйтіп, әйелім келіп барлығын көріп қойды. Балдызым ол менің әйелімнің бөлесі. Яғни әйелімнің анасының сіңлісінің қызы, туған балдызым емес, бірақ тумаған болса да әйелімнің жағынан. Сөйтіп, әйелім барлық нәрсені көреді көзбен, жылайды, ситуацияны бірақ қабылдайды. Екеуміз маған қол көтереді, әйелім жынданады, оны да түсінуге болады. Бірақ сосын мен айтам, менікі бұл соңғы 1 айда болған нәрсе. Ал сен маған переписканың өзі изменаға жатады. Сен маған соңғы 2-3 жылда изменять етіп жүр екенсің деп айттым. Әйелім оның барлығын қабылдамады, бірақ шын екендігін барлығын мен доказать етіп бердім. Сөйтіп, әйелім де, балдызым да менен теріс айналды. Бірақ өмір онымен тоқтап қалған жоқ. Менен кейін әйелім сол өзінің алғашқы махаббатымен қосылып отбасын құрды. Менің 3 балам менің өзімде қалды қасымда. Менде өзімнің таңғаларлық нәрсе, менде өзімнің алғашқы мектептегі махаббатыма үйлендім. Той жасаған жоқпыз, бірақ отбасылы болдық. 3 балам мен тұрады бізбен. Махаббатыммен қазір ортамызда 2 баламыз бар. Барлық жасаған, балдызыммен жасаған қателіктерімнің барлығына өкінем. Жастықпен ба, мастықпен ба, балалық па, әлде шалалық па. Әйеліме де еш ренжісім жоқ, барлық нәрсені жібердім. Әйелімде қазір бақытты, бұрынғы махаббатымен оларда 3 балалары бар қазіргі таңда. Әйеліме сезімім бар ма? Әйеліме сезімім жоқ. Болған, бірақ жақсы адам, ол кісіге де барлық өмірде басынан өткізген тәжірибе үшін деп айтама. Сол барлық сабақтар алғаным үшін әйеліме алғысымды білдірем. Қазір мен бақыттымын деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Бұл видеодағы айтылып жатқан әңгіме шынайы өмірде болған.
әркім бұл видеодан өзіне керегін алып, керек емесін алып тастаңыздар. Біреуге сабақ боларлықтай қателіктерінен жұрттың сабақ алыңыздар, біреудің қателігін қайталамай. Көп адамдар комментарийге жазып жатады, сен есің кеткен жаман адамсың, қайда жоқ орыстың әңгімелерін аударып бізге беріп жатсың, бұл өмірде бұндай нәрселер болмайды деп. Сіздер солай ойлайсыздар, өйткені сіздердің отбасыларыңыз, сіздің туыс-туғандарыңыз өте жақсы адамдар. Сіздер ондай жаман нәрсемен сталкиваться етпегеннен кейін сіздер бақыттысыздар. Негізі шын мәнінде тәрбие көрмеген, жағдайлар онша жоқ, ата-анасы тәрбиелемейтін, кейбіреулері тіпті тәрбиелі отбасылардың өзінде бұндай ситуациялар орын алады. Сондықтан таңғалудың қажеті жоқ, қанша адам бар, сонша тағдыр бар. Бұндай қателіктер, бұндай жаман оқиғалар өте көп орын алады. Негізі қазір біз ауыл керемет дейміз ғой, бұндай оқиғалардың көбісі негізі ауылда орын алады. Келесі видеода жүздескенше, осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасап, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.